Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бәріміз қыста сүйіп жейтін маринадталған қиярдың ең оңай дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Қияр өте дәмді қытырлақ болып шығады. Қыстың күні бешбармақпен, палаумен рахаттанып жейтін боласыздар ғой. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Алдымен қиярларымызды жақсылап жуып шығамыз. Осындай жаңа тряпка пайдаланыңыздар. Үйдегі қолданып жүрген болмайды. Жақсылап осылай жуып шығамыз. Қиярды 2-3 мәрте жақсылап жуып шықтым. Енді екі шетін кесіп алып тастаймыз. Қияр таңдаған кезде қыздар ең майда қияр таңдап алыңыздар. Осылай қиярды мұздай суға салып қоямыз. Кемі 2-3 сағат тұру қажет. Неге десеңіздер, бәрібір де дәрі қосылады. Сол дәрілер бойынан шығып кету үшін және де банкаға салған кезде суды өзіне тарта алмас үшін осылай мұздай суға салып қоямыз. Крышканы қайнатпаймыз, тек қайнаған ыстық су құямыз. Бізге керекті заттар чеснок, болгарский. Болгарскийді осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Және де қара бұрыш керек болады, лавр жапырағы, хрен жапырағы және зонтик керек болады. Зонтик болмаған жағдайда укроп қоссаңыздар болады. Банканы буламаймыз, тек жақсылап жуып алатын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен чеснок саламыз, 5-6 зубчик. Қара бұрыш саламыз. Осылай қолымызбен өлшеп алып, әр банкаға салып шығатын боламыз. Болгарскийді салып шығамыз. Әр банкіге 3-3-ден саламыз. Одан кейін хрен жапырағын саламыз. Хрен жапырағы осындай ұзын болады, соны 3 бөлікке бөліп, әр банкеге салып шығатын боламыз. Зонтик саламыз. Мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі банкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Мені жоғалта алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Әр банкеге 2-3 жапырақ лавр жапырағын саламыз. Лавр жапырағы ерекше бір дәм береді. Енді үстінен қиярларымызды орналастырып шығамыз. Егерде ащы ұнатсаңыз, бір дана ащыдан қоссаңыз болады. Қиярлардың бәрін орналастырып шықтық. Енді үстінен 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант саламыз. Әр банкеге осылай салып шығамыз. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз, толтырып құйып шығамыз. Бетіне крышкасын жауып, қайнаған суда астына сүлгі төсеп, осылай 12 минут сыртынан қайнатамыз. Одан кейін осылай әр банкеге 1 ас қасық толтырмай уксус құйып шығамыз. Әр банкіге 1 дана аспирин салып шығамыз. Одан кейін енді закрывашпен банкыны жауып шығатын боламыз. Осылай тоқтаған кезде банкының жабылғанын білуге болады. Осылай тексеріп алуды ұмытпаңыздар. Осылай су ағып тұрған жоқ па, дұрыс жабылма, барлығын тексеріп аламыз. Мінекей банкаларымыз дайын болды. Қыстың қамын жазда ойла деп осылай жауып алыңыздар. Оңай дайындалады. Көріп тұрғандарыңыздай, дүкеннен алғанша өздеріңіз жапқандарыңыз 1000 есе артық. Осылай бетін жауып 2 түнге қалдырып қоямыз. Ендігі алдағы уақытта маринадталған помидордың рецептісін салатын боламын. Мені жоғалта алмас үшін мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.